Атбегі – бәйге атын дайындайтын адам. Атбегілік – қазақтың ең көне ұлттық өнері. Көшпенділердің жылқымен бірге өсіп, біте қайнасқаны соншалық олардың тұрмыс салтына, мәдениеті мен өнеріне тікелей қатысты. Нағыз атбегі жүзден жүйрік, мыңнан тұлпар шығатын жануарды алыстан таниды. Жүйрік аттың тағдыры, қаһарман батырдың тағдыры, халықтың тағдыры деп те атайды алаш баласы. Мінсе көлігі, сойса соғымы болатын жылқыны табиғатына қарай тиімді пайдалана білген қазақтар жылқыны 3 топқа бөліп қараған. Қазақтар бәйгеге қосатын жүйрік жылқыларды тұлпар, арғымақ, сәйгүлік деп әлпештеп ерекше күтімге салса, ал ауыр жүк артуға, алыс жолға төзімді жылқыны қазанат деп атап, оны ерекше қадір тұтқан. Ал еті мен сүті үшін өсіретін қалған жылқыларды жабы деп атаған. Осылардың әрқайсысын өз алдына баптаған.